Сәлеметсіңдер ме балалар? Математиканың 58 сабағы екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бірінші тапсырма. Диаграммаларға қара. Е және К жиындарының бірігу операциясы деп аталады. Е және К жиындарының элементтерін ата. Е жиынында көк, жасыл, қызыл тіктөрт бұрыштар және күлгін сары шеңбер барлығы 5 элементтен тұрады. К жиында күлгін сары шеңбер және көк шаршы барлығы 3 элементтен тұрады. Әр жиында неше элемент бар? 5 және 3 элемент бар. Е және К жиындарына ортақ элементтер бар ма? Я, бар. Е және К жиынына ортақ элемент ол күлгін және сары шеңбер. Мынау 2 Е жиынында да бар, К жиынында бар. Сондықтан бұл ортақ элемент. Екінші тапсырма. Диаграммаларға қара. М және О жиындарының қиылысу операциясы деп аталады. М жиынында Б, А, Р, С барлығы 5 элемент бар. О жиынында Б, Ү, Р, К, Э 6 элемент бар. Осы жиындарға ортақ элементтер бар ма? Ортақ элемент бізде міне қызылмен қоршалып тұрған Б және Р. Ортақ элементіміз Б және Р. М және О жиындарына тиісті 3 элементтен жаз. М жиынына тиісті I, А, С 3 элемент жаздық міне. М жиынына қатысты. О жиынына қатысты 3 элементі К және Х элементтін жаздық. Келесі тапсырма. Үшінші. Диаграммаларға қара, сұрақтарға жауап бер. Баянауылға барды және Қарқаралыға барды. Міне мына балалардың Қылуа, Қайрат, Зерек, Сәбит, Жарас, Балнұр бұлар Баянауылға барған балалар. Ал енді Қарқаралыға барған балалар Сәбит, Жарас, Балнұр, Дархан және Айнаш. Баянауылға кімдер бар дейді? Қарқаралыға неше бала бар? Қарқаралыға 5 бала бар. Сәбит, Жарас, Балнұр, Дархан, Айнаш 5 бала бар. Диаграмма бойынша өзің сұрақтар қой. Баянауылға да, Қарқаралыға да кімдер бар деп сұрақ қойсақ, біз Баянауылға да, Қарқаралыға да Сәбит, Жарас, Нұртас бар. Ортақ элемент бізде Сәбит, Жарас, Балнұр. Келесі тапсырма. 4-ші. Асы диаграммаларға қара, осы жиындардың бірігуіне және қиылысуына тиісті сандарды ата. А және Б жиыны берілген. А жиынында 30, 50, 40 элементтері, Б жиынында 16, 40, 57 деген элементтер бар. Бірінші суретте бізде қиылысу. Ортада екеуіне де ортақ элемент 40 болып тұр. Сондықтан бұл қиылысу деп аталады. Қызылмен боялған бұл қиылысу. А және Б қиылысуы 40. Енді екінші суретке қараймыз. Екінші суретте екі жиында қызылмен боялды. Демек бұл А жиыны мен Б жиыны бірігуін білдіреді. Бірігуі 30, 50, 40, 16 және 57 элемент. А мен Б жиынының бірігуіне мына элементтер. Әсі. Берілген жиындар элементтерінің атауларын салыстыр. Осы жиындардың бірігуі және қиылысу диаграммаларын қой. Ол үшін біз мына жерге екі жиынды саламыз. Оның үшін бірінші жиынымыз бізде таулар жиыны.
таулар жиыны, екінші жиынды біз көлдер жиыны деп аламыз. Көлдер жиыны. Таулар жиынына Қаратау, Мұғалжар, жатқызамыз. Көлдерге Зайсан және Балқаш. Ал зерендіні балалар, тауларда да бар зеренді, көлдерде де бар. Сондықтан екеуінің қиылысуы. Зеренді. Енді бұл бізде қиылыс. Екі таулар және көлдердің қиылысуы зеренді. Оны біз қазір бояқпаймыз. Қиылысуын. Қиылысуын жасадық, диаграмма құрдық қиылысуын. Енді бірігуіне дәл сол жазамыз. Оған да таулар жиынын және көлдер жиынын. Көлдер жиынын. Мұнда да Қаратау, Мұғалжар, жазамыз. Мұнда Зайсан және Балқаш деп жазамыз. Екеуіне де ортақ зеренді. Енді бұл жерде балалар бірігуі. Жиынның бірігуі бізде Қаратау, Мұғалжар, зеренді, Зайсан, Балқаш болады. Оның бірігуін біз барлығын қойып қоямыз. Жиын бірікті дейміз. Барлығын сарымен бояймыз. Келесі тапсырма. Теңдеулерді шеш. 60 және 60 азайтып пен 20. Бізде азайтқыш белгісіз. Азайтқыш белгісіз болған жағдайда азайғыштан айырманың мәнін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. X алған шығарамыз. Оннан тоқтамыз 6. бір 10 береді, 5 қалды, 5-тен 2 аламыз, 3 9. Тексереміз. 60-тың өзін жазамыз, азайту x орнына енді біз 36. Келесі. Қосылғыш x екінші қосылғыш 15 тең қосылғының мәні 80. Бізде бірінші қосылғыш белгісіз болған жағдайда x теңдігімізді қосылғының мәнінен қосылғышты азайтамыз. X 2 15 баған азайтамыз.
2-ден 5 алынбайды, сондықтан 8-дің 1/10 береміз, 12 болады. 12-ден 5 алсам, 7 болады екен. Онда 8 болған, 8/10 болған, 1/10 бердік, 7/10 қалды. 7/10-дан 1/10 алсам, 6/10. 67 болады екен. Тексереміз. X-ның орнында бізге 67 болды. 67-ге қосамыз 15-ті. 82 болады. 2 теңдеуімізде дұрыс шықты. Келесі тапсырма. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. 90-нан 48-ді азайтамыз, оған 23 қосамыз. 90-нан 48-ді азайтамыз, оған 34 қосамыз. Келесі 63-тен 48-ді азайтамыз, 23-ті қосамыз. 63-тен 48-ді азайтамыз, оған 34 қосамыз. Бұларды біз баған түрінде шығарамыз. 90-нан 48-ді азайтамыз, 10-нан 8-ді 0-дан 8 алынбайды, 9-дің 1/10. 10-нан 8-ді аламыз, 2. Онда 8 қалды, 8-ден 4 қоссам 42. Енді осы 42-ге 23 қоссам. 2-ге 3-ті қоссам 5, 4-ге 2 қоссам 65 деп жазамыз. 60 деп жазамыз. Дәл осы сияқты бірінші бағанды шығарамыз. Үш жақта қалдырып, келесі екінші баған. 29-ға 36 қосып 19 азайтамыз, 29-ға 36 қосып 47 азайтамыз. 54-ті 36-ны қосып 19 азайтамыз, 54-ті 36 қосып 47 азайтамыз. Қалған өрнектерде дәл осындай баған түрінде шығарып, мәнін жазамыз. Келесі тапсырмасы қосу сөзіндегі С қосу сөзіндегі, ал Д азайту сөзіндегі әртүрлі әріптердің жиынтығы. С жиынымызда Қ, О, С, У элементтері. Д жиынына А, З, А, И, Т, У деген элементтер жазылды. Енді осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммасын құрып. Бірігу және қиылысу. Біз бағанағыдай не істейміз? Диаграмма сызамыз. Диаграмма сызамыз. Мынау С жиыны болады бізде. Мынау Д жиыны болады. Д жиында бізде Қ, Т, О элементтері болады. Мұнда А, Т, А, және Т. Екеуіне де ортақ балдар бізде У. Екеуіне де қосу дегенде де U бар, азайту дегенде U бар. Бізде бір қиылысу. Қиылысу. Келесі екінші диаграмма саламыз. Дәл жазамыз. С жиыны және Д жиыны. Мұнда қиылысу болды. Бірігу болады. Д жиыны мен Д жиыны бірікті. Енді бояп тастаймыз. Жазып көрсететін болсақ, С жиыны Д жиыны бірігуі Қ, О, С, У, А, А, И, Т екеуінде ортақ болды. Д жиыны мен Д жиыны қиылысты, қиылысуы онда бізде У. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңдар.